Biz қауіпсіздік ережесін сақтайық, иә? Дұрыс айтасың, қауіпсіздік ережесі ең бірінші орында, иә? Иә. Балалар, абай болсаңыз, ешқандай тиісуге, ауызға салынба, иә? Иә. Болмайды. Ал балалар, бүгінгі зерттеу жұмысымызда біз тығыздық және түстеу туралы білеміз. Иә, тығыздық деген не? Тығыздық деген көлемдер, бірақ салмақтары әртүрлі нәрсені айтамыз. Соны зерттеп қазір көрейік, иә? Сендер білесіңдер ме зерттеу жұмысы деген не? Иә, бақылаймыз, қараймыз, иә? Нәтижесін көреміз, иә? Иә. Ал, кеттік, дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Несін бұл тихо болсын. Мына стаканда құйылған сары суы. Мына су ыстық. Ал өздерің біліп ұстап көріңдерші. Апай, мынау ыстық, мынау суық. Дұрыс айтасың, мынау суы, мынау ыстық. Ал зерттеу жұмысымызды Бастаймыз. абайлайық. Байлаймыз, апай. Балалар қараңдар. Сары су суық болды да, мына суымыз көк су болған, иә? Иә. Екеуі араласпай тұр. Біздің ыстық суымыздың тығыздығы суық судан жеңіл болып тұр. Түсіндіңдер ме? Иә. Енді көзбен көрінді ме? Көрінді, иә? Ал егер екеуін араластырса, бізде басқалай түс шығады. Көресіңдер ме? Иә. Абайлайық. Балалар қандай түс шықты? Жасыл түс. Жасыл. Сендер бұл жерде көк пен сары түсті қосқан кезде қандай түс шығатынын байқадыңдар, иә? Иә. Жасыл түс шықты. Ал жаңа араласпай тұрғанда тығыздықты байқадыңдар, иә? Иә. Ыстық су, суық суда жеңіл болады екен, иә? Иә. Ал сонымызды дәлелдеу үшін қараңдар балалар. Мынада суық су құйылған, су мынада сұйық май. Екеуінің көлемі Бірдей. бірдей екен, иә? Иә. Қызық па сендерге? Суық су ауыр ма, жоқ май ауыр ма? Білгілерің келе ме? Иә. Көрейік, иә? Иә. Суық суды құяйық. Ал қараңдар. Май бетіне қалқып шығып алды, иә? Иә. Су Астына шығып алды. астында. Ендеше қайсысы ауыр болып тұр? Су. Ауыр болып тұр, иә? Иә. Тұмар қарашы, май бетінде қалқып тұр, иә? Иә. Ал суымыз астында. Дұрыс айтасың. Қызық болды ма сендерге? Иә. Қызық болды, иә? Қараңдар, екеуі араласпай тұр. Көрдіңдер ме? Иә. Көрініп тұр, иә? Иә. Ал Тұмар, сен қайсысын көріп тұрсың? Майды қай жерден көріп тұрсың? Үстінен, иә? Төбесінен, дұрыс айтасың. Дұрыс, балалар, қызық, иә? Күшті болып жатыр, иә? Ал балалар, қараңдар. Мына жерде бізде сүт құйылған 3 ыдыс тұр, иә? Сендер біреуін мынаны алыңдар. Бір талдан алыңдар. Сен көкке матыр, Тұмар. Көкке матыр. Сен сарыға матыр. Енді ақырын үстіне сүтке матырайық. Матырыңдар. Балалар, қандай түс шығып жатыр? Сары. Сенен Омар сары түс шығып жатыр, иә? Ал сенен Тұмар қандай түс шықты? Көк түс шықты, иә? Кәне араластырайық. Көк түс. Ал енді жаңағыдай екі түсті қосса қандай түс болатынын мынаған байқап көрейік, иә? Жаңағы сары түсіңді қайтадан матырайық. Сары түсіңді матыр. Сен көк түсіңді матыра ғой. Көк түсіңді матыр. Ал екеуін араластырып көріңдер, кәнекей. Әдемі түс шығайын деп жатыр. Кәне. Қандай түс шығып келе жатыр? Жасыл түс. Жасыл түс, иә? Иә. Ұнады ма сендерге зерттеу? Иә. Балалар, бұны біз өзімізді күнделікті іс әрекетімізде қолдансақ болады, иә? Мысалы бізде көк түс су баяқ болса және сары түс су баяқ болса, иә? Ал егер бізге жасыл түс керек болса, сіз Сары түс пен көк түсті араластырамыз. дұрыс айтасың, сары түс пен көк түсті араластырсақ, біз жасыл түс алады екенбіз, иә? Иә. Ал балалар, бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз ұнады ма сендерге? Иә. Қызықты болды ма? Иә. Омар айта ғой саған, осы жерде ұнаған зерттеу қайсы болды? Мына болды апай. Осы болды ма? Тұмар сағаншы? Мынау. Осы болды ма? Иә, түстер әлемін зерттедік, иә? Тығыздықты зерттедік, иә? Тығыздық деген екеуінің көлемі бірдей, бірақ салмақтары әртүрлі айтамыз, иә? Иә. Рахмет достар, сау болыңдар. Зерттеу өте қызықты болды, иә?